Егер сізді талқылап жатса, демек сіз тұлғасыз. Есіңізде болсын, ешқашан жолы болмаған сорлыларды талқыламайды, көре алмай қарамайды. Мықтыларға ғана көре алмаушылықпен қарайды, мықтыларды ғана талқылайды. Біз туралы жаман нәрселер айтатындар бізден төмен болғандар ғана. Ал бізден мықты жоғарылар, олардың сізді айтуға мұршасы да, уақыты да жоқ. Тұлға қаншалықты мықтырақ, әрі жарқын болған сайын, соншалықты оған иттер көбіреді. Әлсіздіктен және көре алмаушылықтан иттер үреді, керуен жүре береді. Әрбір үрген итке тас ату үшін тоқтай берсеңіз, ешқашан өз жолыңызды жүріп өте алмайсыз. Кім сізден жаман нәрсені көргісі келсе, ол оны көреді. Тіпті сіздің басыңыздың үстінде шырақ жарқырап тұрса да. Мынадай әдемі бір мәтел бар. Менде не көрсеңіз, бұлар менікі емес, сіздің өзіңіздің шағылсыңыз. Кездейсоқтық деген болмайды. Өмірде бастан өткендер не сынақ, немесе жаза, әлде марапат. Өмір деген өткен күндер емес, одан қалған күндер. Бізді күткен жақта дәл сәтінде боламыз. Егер жетістікке жеткіңіз келсе, әлде қашан жетіп қойғандай ұстаныңыз. Кітап оқитындар әрдайым теледидар көретіндерді басқарады. Қашан саусақпен біреуді көрсетсең, қара, басқа 3 саусақ сенің өзіңді көрсетіп жатады. Ең қорқынышты дұшпан ол күдік. Оның кесірінен біз қол жеткізетін нәрселерді жоғалтамыз. Өйткені күдіктенгеннен тіпті тырысып та көрмедік. Көздері көрмей тұрғанда сөздерге ренжімеңіз. Жетістіктің рецепті: басқалар ұйықтап жатқанда оқыңыз, басқалар құр жүргенде еңбек етіңіз, басқалар ойнап жатқанда дайындалыңыз, басқалар қалап жатқанда армандаңыз.